Қара арпа. Қайдан шыққанын, қайдан әкелгенін біз қайдан білейік? Әйтеуір, біздің колхоздың қамбасына қара арпа пайда болды. Шамасы, өкімет берген болар. Соғыс кезінде әлде қайдан қара арпа тауып беріп жүрген өкімет те осал емес. Бірақ бастық айтты, бұдан ешкімге бір түйір дән берілмейді, бұл тұқым, деді. Сөйтті де қамбашыға сенбей, Әбіш атамды қарауыл қойды. Қарауылға да қарауыл керек екен. Әбіштің қасына жәрбитіп мен отырғызып қойды. Мен сонда Павлик Морозов болуым керек. Әбіш атам әлде қалай ақсақ қамбашы Оспаналымен ау жаласып кетсе, мен оларды әшкерелеуім керек. Бір қызығы, қарауылдар қамбаның сыртынан қорымайды, ішінде отырады. Сыртымыздан құлыптап кетеді. Қыстың күні күн суық, сірә содан болар, мен қайдан білейін. Айша Жуанқұл бастыққа: "Жұдырықтай баланы түнгі жұмысқа қойғаның не?" деп жақтырмап еді бастық. "Әй, халық жауының қатыны, аузыңды жап", деді. Халық жауы деген сөз шыққан жерде қайран Айшаның аузына құлып салынады да қалады. Тілін тістеп үндей алмайды. Қамбаның іші қараңғы, әрине суық. Әбіш атам көнетөс түлкі тымағының құлағын түсіріп, бауын байлап алған. Тымақтай көне тоны бар. Аяғында байпақты пұшық калош. Мен де осал емеспін. Басымда Айша өзі тігіп берген ақ қоян құлақшын. Аяғымда Айша сыртын қара матамен сырып тіккен киіз байпақ. Үстімде сырмалы күпәйке, сол сияқты құра тігілген мақталы шал бар. Тері қолбағым тағы бар. Әбіш атамның құлағы тосаңдау. Оның үстіне жұпыны түлкі тымағын баса киіп, бауын байлап қойған. Айқайлап сөйлемесең естімейді. Шоң мұрын, қысық көз, сақал мұрты буырыл, ұзын бойлы, бірақ бүкіш кісі. Таяғын ұдайық арқасына салып, тіреуіш етіп, екі бүктеліп жүреді. Саған бірдеңе айтардың алдында үн-түнсіз өз-өзінен кеңкілдеп күледі. Қазір қараңғыда ол күлгенін көрмейсің, бірақ сезесің. Маған қарап, сірә күліп отыр. Қызталақ, жаураған жоқсың ба?" дейді. "Жоқ ата", деймін. Дейді. Одан әрі үн жоқ. Сірә тұрымтайдай баламен не туралы әңгіме бастауды білмей отырған шығар. Мен де қайбір тақылдап тұрған дейсің, сөзге жоқпын. "Бастық енді еңбек күнді екеумізге бөліп жазам екен?" дейді басқа сөз таппаған керең қарт. "Білмеймін", деймін дауыстап. "Еңбек күн жазды не, жазбады не, бәрібір емес пе?" Неге? Бәрібір ештеңе бермейді ғой. Атамның үнсіз күлгенін сеземін. Соңынан: "Сенікі рас ей, қызталақ", дейді. Кейін ойласам, әңгіме еңбек күнде емес. Ол менен еңбек күнді қызғанып отырған жоқ. Мәселе басқада екен. Үлкен ұлы қайып әскерге кеткен. Хабар жоқ. Үйінен шықпайтын қара кемпір. Құдай иманын берсін, атын ұмыттым. Ине жұтқандай ішін басып бұралып отырады. Дімкәс. Менімен жасты Сүлеймен ода ілмеген, боп-боз. Үнемі тық-тық жөтеледі. Сонда бүкіл үйді бас көтерер мына бүкір шал ғой. Әулие шатыс адам. Тәуіпшілігі бар. Сонда үйдегі екі масылды бірден етіп асырауы керек қой. Әсіресе Сүлейменге күшті тамақ керек. Ал үйінде бір уыс қара талқаны болмаса, өкпе ауруы қайдан жазылады? Ал Әбіш әкесі бар, қамба, қара арпаның қасында отыр. Қос уыс алса, әлгі місікіндеріне талғажу. Бірақ қарауыл Павлик Морозов бар. Ол кезде менің қызметім Павлик Морозов екенін қайдан білейін? Білсем, 60 үйді адыр маутанға қара арпаны қабымен таратып берер едім. Ақыры халық жауының баласымын. Халық жауының баласы халыққа жақсылық жасар еді. Қайдан білейін? Бірақ бәрібір мен Павлик Морозов емеспін. Қараңғы қамбада қамалып, үнсіз отыра бергенде қиын болар. Әбіш атам:
Әңгіме айт, барысқан, дейді, құнжың етіп иығымды қиқаңдатып. Не айтамын, өзіңіз айтыңыз, деймін. Шал тағы да күледі. Не дер екен деп біраз отырдым, үндемейді, шыдай алмай. Ата, деймін. Дейді созыңқылап. Мұртажа шынымен жау ма? Шал шошып кеткендей. Кім айтты, дейді. Кім айтушы еді? Жуанқұл бастық, Таспет бригадир айтып жүр ғой. Байқаймын, күлгенін қойды. Деп бір жері ауырғандай толғатып отырып қалды. Мұртазадай бозым жігіт қайда, деді. Бозым дегенін онша түсіне бермеймін. Айтыңызшы, қандай кісі еді, деймін. Оттапты, дейді Әбіш, үні қаттырақ шығып. Кім? Әлгілер. Солар күні кеше сенің әкеңнен, әсіресе әжеңнен, жаны жәннатта болғыр. Әжең Күнекей бәйбішеден көп қайыр көрген жандар. Дейді Әбіш ішінен жалынатқандай. Қайда енді ондай адамдар? Күнекей бәйбіше Жолан Жаныстың қызы еді. Төле бидің ұрпағы, Бердімбет жәкем, Құдай иманын салауат етсін. Ерте марқұм болды да, Күнекей бәйбіше осы бүкіл Маутан, Шектібай, Күшпан баласын асырап қалды ғой. Бердімбет бай кісі еді. Сол малды Күнекей бәйбіше осы Мыңбұлақтың бар баласынан аяған жоқ. Күнекей Мұртазаның, Әміреқұлдың анасы ғой. Айша шешең айтты ма саған соны? Айша ол әжемді көрмепті ғой. Бәсе солай екен-ау. Айша келін боп кейін түсті ғой. Сенің әкең Мұртаза, Мұртазаның әкесі Бердімбет, Бердімбеттің әкесі Үкібас, Үкібастың әкесі Тоқсанбай. Түсіндің бе? Тоқсанбайдың 4 баласы бар. Үкібас, Шоқыбас, Үсіп, Жылтыр. Хош, Тоқсанбай, Тоғанбай, Арықбай, Бәйтік, Маттың баласы. Мат, Маутанның баласы. Түсіндің бе? Мына мен Тоғанбайдың баласы. Сен Тоқсанбайдан тарайсың. Түсіндің бе? Түсіндім, ата. Түсінсең айтшы кәне. Мен Мұртазадан бастап тақпақтап шықтым. Ой, айналайын, ақылдым, деп Әбіш мені құшақтап, арқамнан қағып қойды. Енді бұл атам Маутаннан ары қарай ұзақ жолға түседі. Маутан, Шақаман, Құлы, Шілменбет, Бекболат, Шымыр, Дулат, сонау Бәйдібекке барып тіреледі. Домала ғана туралы хикаяға кетеді. Ұйықтап қалсам керек. Сықыр-сықыр, сылдыр-сылдыр, сыбыр-сыбырдан оянғандаймын. Қамбаның құлпы ашылған сияқты. Әлде кімдер қараң-құраң жүрген сияқты. Ұйқым ашылмайды. Өң мен түстің арасы. Павлик Морозов екенім есіме түскендей. Қара арпаны біреулер арбаға тиеп артып жатқандай. Айқайлағым келеді. Үнім шықпайды. Қайтадан ұйықтап қалыппын. Таң ата үйге келсем, Айшаның қабағы ашық. Қарындасы мен інім де құтыңдасып қалыпты. Құрмаш қол диірмен тартып отыр. Қарасам қара арпа. Өзі қара болса да талқаны әппақ. Кейін Айша айтады ғой. Сол түні Оспаналы, Қамбашы, Айша, Сүлеймен үшеуі барып, қамбаны ашып, 1-2 пұттай қара арпа алса керек. Құдай абырой бергенде, Жуанқұл бастық сезген жоқ. Қара арпа, ақ талқан, тағзым саған.